Достар, сәлем! Бүгін сіздермен осындай өте дәмді әрі тез дайындалатын, қазіргі желіде өте танымалы болып жатқан шығыс пирогын жасап көрсететін боламын. Видеоны міндетті түрде соңына дейін көріп, тіркеліп, комментария жазып, пікір қалдырып, осындай қазақша контентті қолдай кетіңіздер. Ыдысымызға ең әуел бір жұмыртқа мен қантымызды жақсылап араластырып, оның үстіне бір қасық қаймағымызды саламыз. Қаймақ менде 20%, бірақ қаймақ міндетті емес. Сосын оларды жақсылап араластырып, сармайымызды салатын боламыз. Сосын бір қасық қамыр қопсытқышымызбен електен өткізілген ұнымызды қосып, осылай қасықпен араластырып, сосын қолымыздың көмегімен жақсылап біріктіріп шығатын боламыз. Осылай асықпай жақсылап біріктіріп, қамыр қылып, нәтижесінде осылай илейтін боламыз. Мінекей достар, көріп тұрғандарыңыздай осындай қамыр болды. Енді бұны 10 минутқа сыртын пакетпен орап тұндырып қоятын боламыз. Достар, міне ыдысымызға осылай өте жұқа қылып жайып шығатын боламыз. Қалың болса піспей қалады. Барынша жұқа қылуға тырысыңыздар. Енді қолымыздың көмегімен осылай жиектерін шығаратын боламыз. Енді оның үстіне әсемдік ретінде қара мейіз, сосын жер жаңғағын салатын боламыз. Шиенің варинасын мен піскеннен кейін бетіне әсемдік ретінде саламын. Сосын мен өзім үй жағдайында жасаған қоюлатылған сүтті құятын боламын. Бұны көрсеңіздер, жоғарыда ссылкасы бар. Мінекей достар, өте дәруменге толы күшті пирогымыз дайын болды. Міндетті түрде сіздер де жасап көріңіздер. Тіркеліп, қолдай кетіңіздер. Сау болыңыздар.